Сәлем достар, сіздермен өте керемет салат дайындайтын боламыз. Бізге осындай картошка қажет болады. Екі картошкамызды теркадан өткізіп алып, мұздай су құйып, біз картошкамызды жуып алатын боламыз. Жақсылап суын төгіп, таза сүлгіге суын қазір біз сүртіп алатын боламыз. Өйткені біз қазір майға қорған кезде біздің майымыз шашырап, суға реакция бермеу керек. Сол себепті міндетті түрде сүртіп алыңыздар. Ендігі кезекте қызып тұрған майымызда біз картошкаларымызды қорып алатын боламыз. Қорған кезде де аз-аздан саламыз, өйткені біздің майымыз ісінеді, сол себепті тападан асып төгіліп кетуі мүмкін. Сол себепті аз көлемде пісірсеңіздер болады. Енді осыны қуырып алдық. Сүзгіштің көмегімен барлығын сүзіп аламыз да, барлық картофелдерімізді осылай қоршатын боламыз. Енді кезекте қалған біздің салаттың заттарын турап шығатын боламыз. Бізге морков қажет болады, яғни сәбіз. Сәбізімізді осындай теркадан өткізіп алатын боламыз. Сәбіздерімізді теркадан өткізіп алдық. Енді бізге шұжықтар қажет болады. Шұжығымызды жұқа етіп кесіп алып, соломка етіп турайтын боламыз барлық шұжығымызды. Шұжықтарымызды турап болсақ, енді біз жұмыртқаны турайтын боламыз. Сарысын ажыратып тастаймыз, сарысын қоспаймыз. Сол себепті тек қана ақын қосатын боламыз. Бұны да соломка етіп ұзыннан турап шығатын боламыз. Енді кезекте капустамызды да тура барлығын осылай соломка етіп турап шығатын боламыз. Капустамызды турап алдық. Енді біз свекламызды теркадан өткізетін боламыз, немесе жұқа етіп өз қолдарыңызбен турасаңыздар да болады. Маған осы ыңғайлы болды, сол себепті теркадан өткіздім. Тағы да достар, айта кететін жағдай, егер де қандай да бір рецепт көргілеріңіз келсе, осы видеоның астына комментарияға жаза кетіңіздер, қандай рецепт күтетіндеріңізді алдыңғы қатарда мен сіздерге сол рецепті шығаратын боламын. Енді осындай горохымызды қосамыз да, консервный және де майонезімізді қосып, кішкене тұз қосып, біз салатымызды араластырып шығатын боламыз. Тек қана біз қуырып алған картофелімізді қоспаймыз, яғни пай деп аталады. Оны қазір біз бетіне ғана әсемдейтін боламыз. Міне салатымызды араластырып алдық. Салаттарымызды енді тарелкаға салып шығатын боламыз. Бұл рецепттер 5 тарелкаға арналған рецепт. Тарелкамыздың да көлемі аса қатты үлкен емес, аса қатты кішкентай емес. Орташа көлемдегі тарелкалар бұлар. Міне достар, біздің салатымыз өте керемет болып шықты, әрі дәмді. Егер де видеом сіздерге ұнаған болса, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айгерім.